Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. Нарынғол жүреміз. Кеген. Нарынғол жүреміз. Кеген. Бауырым, Нарынғол. Такси ма? Иә, такси. Отыр, қазір жүреміз, Құдай қаласа. Екі адам қалды. Екі адам қалды менде. Жүреміз. Менде әлі бір адам жиналған жоқ. Құдай қаласа. Әлеке, әнімін дегенше Рамазанда бітіп қалды. Субханалла, тез өтіп кетті ғой мына ай. Қайдағы тез өткен ереке? Ха? Қиналып кеттік қой, ұзақ созылып кетті ғой ораза. А? Кеше анау базарда бір жігітпен ерегесіп қала жаздап, енді айғайлайын деп тұрмын, жанымдағы дос бала, сен оразасың деп тиіп тастады. Қош. Мұнда да лоқалармен арасында карт ойнайтын едік, ол да қалды. Не өтірік айтамайсың, қиналып кеттік қой, 30 күн бойы. Шынымен аз қалды ма? Қанша күн қалды өзі? Ойбай, 2-ақ күн қалды ғой. Әлеге сен өзің ораза ұстадың ба? Ұстағаннан айтып отырмын ғой, ереке, қиналып кеттік қой. Ойбай. Ештеңе істей алмай қалдық қой. Ал мына ораза ұстаған адамның сөзі ма мынау? Ораза ұстаған адамның сөзі мынандай бола ма екен? Әлеге, адам деген мынау оразасының қабыл болғаны, қабыл болмағаны мына Рамазаннан кейін белгілі болады екен. А сен деген мынау баяғы картасы бар, баяғы несі бар. Адам деген жақсы жағына өзгеру керек емес па? Жоқ, енді ораза өзі жақсы іс қой. Кеше Ержандар студаны солардың қалыспайық деп ұстадық қой, енді ырымдап, жақсылық болсын деп енді бір. Әлеге, Алла тағала бұндай ораза қажет емес. Қиналып, міндетсініп, түкте қажет емес ол. Алла тағала айтады, мүмкін тақуалыққа жетерсіңдер дейді. Егер ораза ұстасақ, бұл өзіміз үшін. Ертең Алла тағала бұның сауабын өзім берем дейді. Әлеке, мына ораза бітсе де, Рамазан бітсе де, ораза біткен жоқ. Біз иншалла біздің негізгі мақсатымыз осы айдан тақуалықпен шығып, келесі айларда да осы амалдарын жалғастыра беру. Ертең Құдай қаласа дүйсенбі бар, бейсенбінің жаңа нәпіл оразалар, осындай оразалар бар. Сондықтан мына баяғы жаман жақты аңсауға болмайды. Ләж болса ондай нәрсені тыйылу керек. Рамазан айы аяқталса да, Алланың біздерге беретін сауабы өміріміздің соңына дейін жалғасын табады. Өйткені Алла Тағала қасиетті Құран кәрімнің Хижр сүресінің 99 аятында «Уа Мұхаммед, Раббыңнан саған өлім келгенге дейін құлшылық жаса» деп бұйырған болатын. Яғни біздердің жаман істерден сақтануымыз бен сауапты істерге ыждахаттық танытуымыз тек қана осы Рамазан айымен шектеліп қалмауы тиіс. Және сонымен қатар бос ойын күлкілерден, ғапылдық пен немқұрайлықтарға салынудан және Аллаға деген құлшылықтарымызға бет бұрудан қатты сақтануымыз керек екен. Себебі шайтан осы айда өзінің жұмысын қатты белсенділікпен жасап, біздердің сауапты амалдарымызды жуып шаюға тырысады. Және сол сияқты арамыздағы кейбір кісілерге шайтанның мынандай бір сыбырлаулары болуы мүмкін. Яғни Рамазан айы бітті, адамдар түрмеден босағандығы сияқты сен де бір құлшылықтан босадың деген ойды салса, сол ойға бейімделген адам шынымен де бос ойын күлкілерге көп салынып, немқұрайлық пен ғапылдыққа батып кетеді екен. Рамазан айында жақсылап тоқыған ғибадаттарымыздың жібін сөгітіп алмайық. Себебі Аллах Тағала Нахл сүресінің 92 аятында біздерге мысал ретінде өзінің жібін жақсылап тоқып, кейін оны сөгітіп тастаған әйел сияқты болмаңдар деп мысал келтіреді. Рамазан айы мүбәрәк болсын.